Ассалаумағалейкум достар. Бүгін шілде айының қақ ортасы Бәйтерек ауданы Озерный ауылына келдік. Бұл жерде Бәйтерек ауданы әкімдігінің тапсырысымен мердігері асфальт салып жатыр, яғни бітіре келген. Биыл қазан айында аяқтауы тиіс екен, бірақ ерте аяқтауға дейін жетіп қалған. Қазір жолдың жиегін, яғни обочинасын жасап жатыр. Шарттың құны 180 миллион теңге. 2 километр, яғни кіреберіс жол. Бұл мысалы Оралдан Ресей шекарасы, яғни Ринскийге баратын жолда ғой. Осы Озерный ауылына келеді екен. Асфа мердігер, 2 километр, 180 миллион теңге. Және де ең бастысы, мына жергілікті тұрғындарға бұл жердегі жолдың кепілі гарантиясы 5 жыл. Яғни 5 жылдың ішінде бұл жол осылай мықты тұрады деген олардың уәделері, міндеттемелері бар. Және де тех сипаттама бойынша бұл жерде 2 қабат, яғни бірінші үстіңгі қабаты асфальт, астында шебенкімен топырақ, саз араластырып салынған. Сондықтан да, құрметті тұрғындар, қоғамдық бақылау жасайық, осылай жолдарға шығайық, қарайық. Өйткені бұның барлығы да әлеуметтік нысандар тек қана кімге, яғни халыққа керек. Келесі кездескенше, енді мен сіздерге осылай көптеген жолдардың қалай салынатын және қандай оған құрылыс материалдары қолданылатынын осылай сіздерге түсіріп көрсетіп тұрамын.